алғысымызды білдіреміз. Ассалаумағалейкум ағайын, тікелей эфирде Таңшолпан Алматы студиясынан ары қарай жалғасады. Сәрсенбінің сәтті күнінде өздеріңізбен қауышып отырғанымызға бізде қуаныштымыз. Әріптесім айтқандай Алматы студиясы және Алматы студиясында керемет бір жаңалығымен келген қонақтарымыз бар. Казспорт телеарнасындағы жас футболшыларға мүмкіндік беретін Супербол жобасының қатысушылары бүгін біздің студиямызға арнайы келді. Ендеше меймандарымызды қарсы алайық. Осы жобаның қатысушыларын Қылышбек Мұхамбет және Мақсат Амангелдиев Таңшолпан бағдарламасының төрінде. Жігіттер, қош келдіңіздер, төрлетіңіздер. Қайырлы таң. Қайырлы таң. Қош көрдік. Мінекей жас спортшылар біздің студиямызда жүріңіздер сұхбатқа. Жайғасып отырып әңгімелесейік. Жайғасып отырып, осы Супербол жобасы жайында кеңінен көрерменге ақпарат берсек, жалпы сіздерге бұл жоба қандай мүмкіндіктерге жол ашты дегендей. Қош келдіңіздер енді. Көрерменмен аман сәлемдеріңізді түсіп алыңыздар. Ассалаумағалейкум, баршаларыңызға қайырлы таң. Мен бір нәрсені айтып өткім келеді. Бұл жігіттер, қымбатты көрермен, өте қатаң, кәдімгідей іріктеуден өткен, республикамыздың әр аймағында іріктеу болды, солай ғой? Енді өздеріңіздің дауыстарыңызды естейік. Қалай болды? Қай өңірден сіздер? Мен өзі Алматы қаласынан боламын. Бұл жоба Қазақстанның 8 қаласында өткен болатын іріктеу кезең. Сол 8 қаладан балалар жиналып, Алматыда болатын ақтық кастингке тек қана 132 адам кетті, 6,5 мың адамның ішінен. Сол 132 адамның ішінен ендігі біздің мақсатымыз сол жерге жиналған балалардың өзімізді көрсетіп, сол күні бізді кешке Талғар базасына алып кетеді. Сол жерден алып кететін 25 баланың ішіне кіру болды. Және де сол 25 баладан бөлек 25 тағы резервте бала болады. Сол 132 баладан тек 25-і ғана Талғардағы базаға кетті. Яғни мықтылардың ең мықтысы болып тұр ғой іріктелген. Мықты спортшылар бүгін біздің студиямызда қонақта. Енді Мақсат, сіз де өзіңіз жайында айтып өтсеңіз, жалпы бұл жоба жайында қайдан білдіңіз, кастингке баруыңызға кім себепкер болды? Мен өзім Шымкент қаласынан боламын. Жоба жайлы әлеуметтік желілерден көрдім. TikTok әлеуметтік желісінен, содан өз бағым сынап көргім келді қайтадан. Футбол енді тастап кеткеннен кейін қайтадан өзім сынағым келді. Содан жолдас балам екеуміз барып Шымкент қаласынан. Мен өттім, жолдас балам өкінішке орай өте алмай қалды. Содан Алматыға финалға кастингке келдік. Балдармен содан кастингтен өтіп, Талғарда зорда өтетіміз. Енді іріктелген 25 бала, жаңағы 25 спортшы. Сіздердің дайындық барысы, жалпы қалай өтіп жатыр? Алдағы уақытқа жоспарларыңыз қандай болып жатыр? Мен ойымша бұл Талғар қаласына келген әр баланың алға қойған мақсаты ол кәсіби контракт жазу. Бұл жерде Супербол жобасына да үлкен рахмет, себебі ауылды жерден үлкен футбол ойнамаған балаларға үлкен мүмкіндік өзін көрсетіп, кәсіби мансабын бастауға. Тренировкалар жақсы, бізде трехразовое питание, дисциплина, телефон, бізде телефон жоқ, телефонды алып қойған, себебі біз тек қана футболды ойлау керек болды. Сол себепті бізден телефонды жинап алған. Басында қиын болды, әрине, өйткені бәріміз үйреніп қалғанбыз телефонға, бірақ уақыт өте келе біз бәріне үйрендік. Қазір бәрі де күшті. Өте қатаң режимде жаттығулар жүріп жатыр екен ғой, күнделікті қанша жаттығу жасайсыздар? Күніне әр күнде әртүрлі. Ойындардан кейін 2 тренировка болады, азанда восстановительный, дене қыздырғанда, содан кешке тағы бір тренировкадан болады. Мінекей сол сіздердің жаттығуларыңыздан бейне көрініс, көрермен назарына ұсынылуда. Сіздер енді өздеріңіз жайында тағы да біраз мағлұмат бере кетсеңіздер, қазір жастарыңыз қаншада? Футболмен айналысып жүргендеріңізге қанша уақыт болды? Мен жасым 19-да, Шымкент қаласынан Мардан Сапарбаев атындағы университеттің 3-ші курсында өттім. Футболмен 7-8 класстан бастап айналысып келем. Содан 11-ші сыныпта оқуды таңдап, ұлттық бірыңғай дайындалып, футболды тастаған болатын. Содан әуесқой ретінде ойнап жүрдім, одан бері. Содан осы Супербол жобасын көріп, алдыма мақсат қойып, осы жобаға түссем деген арман болды. Содан сіздермен сұхбат беріп отырмын. Сол бір енді үлкен ұжым ғой, 25 спортшыдан тұратын екеуіңіз сол ұжымның өкілі болып келіп отырсыздар. Өзге де спортшылар, өзге де жігіттер туралы айтып отырсыздар. Қай өңірлерден іріктелді? Олардың жаңа физикалық дайындықтары қандай деңгейде екен? Олар туралы айтатын болсақ, 25 баланың жартысы жоба барысында кетіп қалған болатын. Резервтен балалар келіп, бәрінің деңгей бірдей деп айтуға болады, себебі бәріміз бірдей жаттығу, бәрімізге бірдей заң бәріне бірдей, талап бәріне бірдей.
Сол себепті бәріміздің жаттығуымыз бірдей, бірақ жас ерекшеліктер бар. Бұл жерде бізде 16 жастан 25 жасқа шейін балалардың арасынан. Бірақ кастинг өкінішке орай 8 қалада ғана өткен соң, кейбір қалалардан балалар келе алмай қалған болатын. Енді алдағы уақытта мүмкін қамтылатын шығар. Жалпы енді бұл жоба қашан аяқталады, нәтижесі қалай болады? Білесіздер ме, негізі енді ұйымдастырушыларға шығар бұл сұрақ, бірақ сіздер де білетін шығарсыздар. Жақын арада қорытындыланады ғой. 20-шы, осы айдың 20-сына бізде ақтық ойын болады. Сол ойынға көптеген бізге айтуы бойынша 60 скаут келеді елден, әр түрлі елдерден. Сол күні соңғы ойында біз өзімізді көрсетсек, скауттардың көзіне түссек, бізді кәсіби мансабымыз бастауға олар біздің себепкер болады. Әртүрлі клубтармен контракт жасауға мүмкіндік береді. Ол тек қана отандық клубтар емес шығар, иә? Жоқ, Европа, Азия, Америка. Айтуынша өте көп скауттар келеді деп отыр. Сол 20-сы күні ойын болады, 21 күні бізге қай команда кімге қызыққан туралы айтады. Кейін 20-сы күні енді сіздер қай командаға қарсы ойнайсыздар, әлде өзара іште ойын бола ма? Жоқ. Нұр-Сұлтан қаласының Жеңіс командасына қарсы ойнаймыз. Жастар командасы ма? Иә, бірінші лигасына қарсы ойнаймыз. Олар кәсіби футболшылар. Иә, олар кәсіби футболшылар. Содан соларға қарсы ойнаймыз енді. Тамаша, керемет. Енді біздің Мақсат бауырымыз өзінің жасы қаншада екенін айтып өтті сұхбаттың барысында. Қылышбек, сіздің жасыңыз қаншада? Футболмен қашаннан бері айналысасыз? Менің жасым 16-да. Мен футболға 11 жасымда келдім. Себебі басқа спортқа болатынмын. Күрес, тэквондо. Бірақ 11 жасымда мені футболға жіберді. Содан бері ФШМ футбол клубында ойнаймын. Маған осы жобаға келуге де тренерім кеңес берген. Сол себептен осы жобаға келдік. Енді отбасыларыңыздан, жылы жұмсақ үйлеріңізден алыста жүрсіздер ғой, ата-аналарыңыз бірден келісім берді ме, уайымдап жатқан жоқ па? Қалай ол кісілердің жайы? Басында Алматыда сол финальный кастингте өткеннен кейін анама звондағанмын біріншіден. Анам қуанғаннан жылап жүрді басында. Содан базаға барғаннан кейін айттым, сондай телефонды алып жатыр, бізден 2 айдан көп мүмкін уақыт алуы мүмкін дедім. Сосын айттым, қиналамыз енді. Содан арасында жақсы ойындар өткізсек 1 сағатқа телефон береді. Сол кезде аналарымызбен, үйдегілермен сөйлесіп, біз рахатымызды басып аламыз. Енді оқу жылы басталғанда не болады? Сіз студентсіз, иә? Иә, студент, 3-ші курспен. Көреміз енді Құдай қаласа, егер де контракт жазып кетіп отырсақ. Жалпы енді қазір кәсіби футболшылардың өмірін сүріп жатырсыздар ғой, иә? Күнделікті белсенді түрде жаттығу. Әуесқой футбол мен кәсіпқой футболдың ара жігін ажыратып, осы тұрғыда біраз айтып берсеңіздер. Айырмашылық үлкен деп айтуға болады. Бұл былай қараса біздің арманымыз ғой, профессионал футболисттер сияқты өмір сүру. Бұл жақта дисциплина, былай айтқанда питание. Вышел, здесь никого нет же. Сен любитель ойнаған кезде сен өзіңнің питаниеңа дұрыс қарамайсың, ұйқыңның режимына дұрыс қарамайсың, тренировкаға да бірде барасың, бірде бармайсың. Ал бұл жақта бәрі уақытымен, бәрі талапқа бағанасың. Сол себепті ол жақта өте күшті. Енді футболдағы, спорттағы армандарыңыз қандай? Арман, мен ойлаймын, базадағы бүкіл баланың арманы профессиональный контракт жазу. Сондықтан тек қана соған жұмыс істеп жатырмыз қазір айтқан кезде. Бәрінше өз-өзімізді көрсетіп, Құдай қаласа 20-сы күні бүкіл бала контракт жазып кетеді деген ойдамын. Біз тілектеспіз. Енді осы ойын алаңындағы өздеріңіздің позицияларыңыз жайында бізге айтып берсеңіздер. Мен полузащитникпін. Мен қаптал қорғаушысы боламын. Оң жақ қаптал. Тамаша, жалпы ойынның барлығы осы жартылай қорғаушы жайында арқылы өтеді ғой, негізінен. Негізгі ойыншылардың бірде бірге, енді қорғаушылардың да командадағы енді алар орны өте зор. Сіздерге көптен көп рахмет, алғысымызды білдіреміз. Бүгін арнайы уақыт бөліп келгендеріңіз үшін рахмет. Көрерменге айтарларыңыз болса, сұхбатты қорытындылайтын кезде. Сіздерге біріншіден үлкен рахмет, бізді осы жобаға шақырып тұрғандарыңызға. Және де таңның атысымен бізді көріп тұрған көрермендерге де үлкен алғысымды айтамын. Қымбатты көрермен, Қазспорт арнасы ұйымдастырған Супербол жобасының қатысушылары біздің студиямызда бүгін болған. Тамаша мүмкіндік жасап отыр екен. Қымбатты көрермен, енді осындай әдемі сұхбаттан кейін бір әуезді ән керек сияқты сіздер үшін. Одан кейін өздеріңізбен қайтадан қауышамыз. Ұлттық арнадан алыстамаңыздар.